Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы файлдармен жұмыс. Сабақ мақсаты ақпаратты оқу және жазу үшін файлдарды пайдалану. Программалау барысында программа көмегімен өңделген ақпараттарды сақтау мәселесі үнемі туындап отырады. Сонымен қатар, үлкен көлемдегі ақпаратты программада оқу кезінде әр жолды пернетақта көмегімен енгізіп отыру да көп уақыт алады. Себебі программа жұмысын аяқтағанда пернетақтамен енгізген және нәтижеге берген ақпаратымызды сақтамасақ, өшіп қалады. Мысалы, бізге сыныптастарымыз бен құрбы-құрдастарымыз, достарымыздың бірінің атын жазғанда, оның телефон нөмірін көрсететін телефон кітапшасының программасын жазу керек болсын делік. Егер біз бұл деректерді мәтіндік файлға алдын ала жазып сақтап қоймасақ, онда бұл тапсырманы орындаудың ешбір қажеттілігі қалмайды. Сол үшін көлемді ақпараттарды алдын ала файлға жазып, сақтап, содан кейін программа көмегімен оқу және өңделген ақпаратты экранға немесе файлға жазып сақтау осы тапсырманы орындаудың ең оңай шешімі. Енді Python программалау тілінде ақпаратты файлдан оқу және файлға жазуға арналған функциялардың жұмысымен танысайық. Pythonда файлдардың екі түрі бар. Экрандағы сызбаға назар аударамыз. Pythonдағы файлдардың түрлері: белгісіз ұзындықтағы мәтіндік файлдар және екілік файлдар, мысалы суреттер, дыбыстар, бейнелер сияқты деректерді сақтау кодтары. Файлдармен жұмыс істеу кезеңдері: бірінші файлды ашу, одан кейін оқу режимі, одан кейін жазу режимі, деректер қосу режимі, файлдармен жұмыс істеу және файлдарды жабу. Файлдан ақпаратты оқу үшін оны алдымен ашу керек. Файлды ашу үшін де, жазу үшін де Pythonда open функциясы қолданылады. Бұл функцияның әдетте екі параметрі бар. Біріншісі, файлдың орналасқан жеріне сілтеме жасалған файлдың атауы, және екіншісі, файлды ашу режимдері. Бұл жерде мына көрсетілген символ, бұл оқу үшін ашу. Одан кейін бұл жазу үшін ашу. Келесі қосу үшін ашу. Егер open функциясы шақырғанда екінші параметр көрсетілмесе, онда файл мәтіндік файл ретінде ашылады. Бұл жердегі бірінші код файлдан оқу режимінде файлдық айнымалыны пайдаланып оқимыз. Ал екінші кодта файлдан жазу режимінде деректерді өңдеуді аяқтаған соң, оны басқа мәтіндік немесе бинарлық файлға жазамыз. Олай болса, оқушылар 89-ші беттегі бірінші мысалды қарастырып көрейік. Ең әуелі жұмыс стелінен жаңа папка ашып аламыз. Тінтуірдің оң жағын басып, жанама мәзірден жаңа папка құрамыз және оған атау береміз. Біздің папкамыз құрылды, оның ішіне жанама мәзірден текстік файл ашамыз. Текстік файлға атау береміз. Одан кейін ашқан текстік файлдың ішіне сан енгіземіз. Мәселен 5, 6. Және бұны сақтап қоямыз. Python бағдарламасын ашамыз. Және алғашқы ашқан кезде осындай бет пайда болады. Бұл жерден файл, жаңа бет ашып аламыз. Бұл терезе, код жазуға арналған терезе. Және мына берілген кодты осы жерге жазып аламыз.
Міне біздің кодымыз дайын болды. Енді бағдарламаны орындауға жіберуіміз керек. Және бағдарламаны орындауға жіберген кезде әуелі сақтап алуымыз керек. Бағдарламаны орындауға жібереміз. Біз бұл кодты әуелгі ашқан папкамыздың ішіне сақтап қоюымыз керек. Жұмысымыз сақталды. Тағы да бір байқап көрейік. Бұл жерде F5 батырмасын басуымызға да болады. Мінекей. Енді файлымызды тексеріп көреміз. Бұл кіру файлы, біз бұның ішіне 5-6 деген санды сақтап қойғанбыз. Және екінші шығу файлы. Бұл файлдың ішіне 2 санның қосындысы жазылуы керек. Байқап көрейік, міне. Нәтиже 11. Файлға жазылды, біздің бағдарламамыз орындалды. Түсінікті болу үшін тағы да бір рет көрсетейін. Мінекей. Бұл жердегі 5 пен 6 жазылған файл, бұл біздің әуелгіде ашқан файлымыз. Бұның ішіне 5-6 деген санды сақтап қойдық. Одан кейін программаны орындауға жіберген кезде 2 санның қосындысы, яғни нәтижесі шығу файлына жазылды. Міне балалар, бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді пайдаланып, дәл осындай Python бағдарламасында жұмыс жасап көріңдер.